Сәлем достар, сіздермен бірге Шолуда KZ. Бүгін біз сізге Түркістандағы ең қымбат президенттер тоқтайтын 5 жұлдызды қағанат қонақ үймен таныстырамыз. Сізге бөлменің ішін, сол қонақ үйдің мейрамханасы мен фитнес-спа орталығын көрсетеміз. Біздің каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Бұл қонақ үйде сізге ерекше қонақжайлықпен қарайды. Қонақ үй өзінің заманауи декормен бірден көзге түседі. Алдымен Эпози мейрамханасын көрейік. Мейрамхана 110 орынға арналған. Қонақ үй тұрғындарына фуршеттік таңғы ас осында беріледі. Бұл мейрамханада той мен жиындарды өткізуге болады. Бірақ өкінішке орай қазірге дейін адам басына қандай баға болатыны шешілмеген. Ал енді қонақ үйдің бөлмелері, соның ішінде президенттік номерге шолу жасап өтейік. Мінекей біз 2-ші қабатқа көтерілдік. Ең бірінші бізге 2 қабатты, яғни двухуровневый номерді көрсетті. Оның 1-ші қабатында жуынатын бөлме және қонақ бөлмесі бар. Жалпы ауданы 75 шаршы метр екен. Терезелерінен караван-сарайдың бассейні көрінеді. Ал мынау 2-ші қабат. Сонда көтеріліп не бар екенін көрейік. Бұл жерде жататын бөлме және тағы бір жуынатын бөлме бар. Көріп тұрғандарыңыздай, бөлменің іші кең әрі жарық. Сізге қажетті жабдықтардың барлығымен жабдықталған. Ал енді ең қызығы бұл бөлменің бағасы шығар. Booking сайтында тәулігіне 141.750 теңгеден басталады екен. Осы президенттер қайда тұрады, қайда тоқталады екен десеңіз, бізбен бірге қалып лайк басып кетіңіздер. Мінекей президенттік бөлмеге де келіп жеттік. Бұл қонақ үйде 2 президенттік номер бар екен. Көріп тұрғандарыңыз 1-ші бөлме, қонақ бөлмесі. Мұнда қымбат жиһаздар, заманауи ыдыстар мен шамдар, картиналар, тіпті иісі де байлықтың сезімін білдіреді. Әрі қарай жатын бөлмесі. Міне, дәл осы бөлмеде, осы кереуетте президенттер демалады. Жуынатын бөлмесі. Гардероб. Ең қызығы, бұл қонақ үйдің жуынатын бөлмелерінің барлығында ванна жоқ екен. Олардың орнына душ. Келесі ас бөлмесі. Сол жақтағы есіктің артында көмекшіге арналған 2 адамдық бөлме бар. Және де терраса. Бұл жерден караван-сарайдың бассейнін
және түнгі сиқырлы қайық шеруін тамашалауға болады. Әрі қарай тамақ дайындайтын бөлме. Енді бағасына келер болсақ, бұл байлықтың барлығын өз көзіңізбен көріп, осында бір тәулікке қалғыңыз келсе, бар жоғы 472.500 теңге төлеуіңіз қажет. Енді жаңағы көмекшіге арналған, басқаша айтқанда стандартты номерді де көрейік. Бұл жерде 2 адамдық төсек орын, диван бар. Ауданы 40 шаршы метр. Террасасы да бар. Бұл бөлменің бағасы тәулігіне 94.500 теңге тұрады екен. Енді фитнес және спа орталығына кеттік. Олар 3-ші қабатта орналасқан. Қонағы енді ашылуға дайындалып жатқандықтан, барлығын әлі де жуып, тазалап реттеп жатыр. Сол жағыңызда көріп тұрғандарыңыз фитнес бөлмесі. Топтардың барлығын әдемілеп түп-түзу қойып қойыпты. Келіп фитнеспен айналысуға дайын тұр. Және қазақша Венецияға көріңіз. Қарама-қарсы жаттығу залы. Заманауи тренажерлармен жабдықталған. Іші кең және салқын. Бізге тренажер залы ұнады. Қонақтарға керек, маңыздының барлығы бар. Енді көретініміз ерекше спа орталығы. Ең керемет жерлерінің бірі бұл терраса. Террасадан керемет пейзаж көріп, демалуға болады. Спаның ішіне де кірейік. Ішінде дәретхана, әрі қарай киім ауыстыратын бөлме, және бізге ұнағаны өте стильді, жарық, заманауи сауна. Душ кабиналары. Бұл спа орталығының ерекшелігі ер адамдар мен әйел адамдардың хамамдары, демалыс бөлмелері және массаж бөлмелері де бөлек орналасқан. Бұл кішігірім демалыс бөлмелері.
және хамам. Келесі массаж бөлмелері. Жалпы 7 массаж бөлмесі бар. Және бір VIP бөлме. Көріп тұрғандарыңыздай, әр бөлменің өз атауы бар. Ал бұл жаңағы VIP бөлме. Бұл жерде жұптарға арналған жеке массаж орны, саунасы, джакузи, дәретханасы бар. Бағасына келер болсақ, бір жұпқа 60 минутқа 40 мың теңге, 90 минутқа 60 мың теңге, 120 минутқа 85 мың теңге. Және керек болса, косметологиялық қызметке де жүгіне аласыз. Массаж және косметология қызметтері тек люкс косметикасын қолданады. Бізбен болғандарыңызға рахмет. Шолу бізден, ал сіздер пікірлеріңізді қалдырып, баға беруді ұмытпаңыздар.